Ат ер қанаты, атом ел қанаты дейді. Бірлік болашақ қанаты, АЭС болашақ қуаты дейді. Атсыз ер жетім, атомсыз ел жетім деп бір топ аңғал аңқау жастарды жинап алған өкіметтің идеологтары, ұлттық қауіпсіздіктің идеологтары, ішкі саясаттағы шайтандар Алматыда аяқ астынан осындай бір жиналыс митингі ұйымдастырды. Енді бұл тұтас республиканың барлық ірі қалаларында жалғасады дейді. Қараңыздаршы, енді атом электр станциясын салу үшін Қазақстанда ірі қалаларда енді электрді, жарықты өшіреді. Сөйтіп электр жетіспей жатыр. Мына жұрт жазда кондиционерді, ауа суытқышты қолданғандықтан энергияға сұраныс артып, тапшылық болып жатыр деп халықты әдейі терісінен қырынан қинайды. Сөйтіп қарапайым аңқау қазаққа саған электр керек болса, атом электр станциясына мақұл де дейді. Сөйтіп күзде өтетін, қыркүйекте болатын өтірік фейк референдумға халықты идеологиялық тұрғыдан дайындап жатыр. Енді қараңыздар. Осы ел мәселесіне, ұлт мәселесіне, ұрпақ мәселесіне, тұтас қазақ халқының тағдырына қатысты үлкенді уақытты істердің қайсында қазақтың өрімдей жас балапандары, жастары сондай жазу жазылған тақтайшаларды көтеріп алып митингіге шығып еді. Жер сатылады дегенде шығып беді? Жоқ. Бұлардың барлығы билік тарапынан ұйымдастырылып отыр. Жаңағыларға тиын тебен берді, немесе бір студенттер, колледждің оқушылары, жаңағы емтиханы бар, анаусы мынаусы бар, әлгі балапандар алданды да соған кірісіп кетті енді. Қазір өтірік жаңағы атом электр станциясын, АЭС-ті талқылау дейтін фейк жиындар өтіп жатыр. Ол жиындарды жүргендердің, ұйымдастырғандардың барлығы дерлік биліктің кәдімгі маймылдары. Енді қазақтар ойлаңдаршы. Сіздердің назарларыңызға Google-ге кіріп, Путин, Тоқаев қашан, қай уақытта атом электр станциясын салу туралы келіскенін орыс тілінде жазып іздесеңіздер, Ресейдің ақпаратында анық айтылған. Тоқаев Путинге уәдесін баяғыда беріп қойған. Және бұл атом электр станциясы салынады, оның қаражатын бюджеттен төлейді. Оны жаңағы басқа ешкім салмайды, Жапон салмайды, Америка салмайды, Германия, Франция, Израиль салмайды, оны тек Ресей салады. Енді бұлар бір қитұрқылық жасап, тіпті Израильмен ба, қайсы бір елден бір өтірік фейк компанияны тауып алып, сонымен сол ақ көктеп бірдеңені былжыратуы мүмкін. Бірақ дәл қазіргі Қазақстанда өндіріс жоқ, завод жоқ, энергияға дейін сондай бір сұраныс жоқ жағдайда атом электр станциясын салу бар болғаны Путин мен Тоқаевтың қазақ халқына, тіпті тұтас Орта Азия халықтарына жасаған бір тарихи сұмдық жоспары, қастандығы. Жер бетінде атомнан ең көп зардап шеккен халық қазақ халқы. Жапонияға небәрі 2 мәрте атом бомба тасталды. Соны олар міне бір ғасырға жуық болды, міне 80 жылдан асты. Жылап еңіреп келе жатыр. Ал біздің жеріміздеші 560 мәртеден астам атом сынағы жасалған. Біздің жерімізде атоммен былғанбаған жер қалған жоқ. Бізде атоммен былғанбағанды гептилмен, ракетаның уымен улап жатыр. Қанша биологиялық, биохимиялық сынақтар жасады. Аралымызды құртып жіберді. Бүкіл қазақтың даласын 1000 жылда қалпына келместей қылып құртып болды. Енді біздің ірі қалаларымыздың, қазақтар ең көп өскен Шымкент, Қызылорда, Алматы сияқты тіпті батыстағы қалаларымыздың маңына жақын жеріне атом электр станциясын салып, бізді тұқымымызбен, түбірімізбен құртып жібермекші. Айналайын қазақтар, егер алдыңғы ғасырдағы 5 реткі геноцид болмағанда, біз осы кезде 140-150 миллиондық ірі халық болар едік.
Біз Еуропа мен Азияны ен таптап, ат үстіндегі үлкен империялар құрған кезде, өркениеттерді жаратып және таратып, мықты мемлекеттік құрылымдарды жасақтаған кезде, мына қазіргі Пакистан, Ауғанстан, тағы Орта Азиядағы басқа халықтар, тіпті қазіргі бір кезде кешегі Осман Түркі империясын құрған сол елдердің барлығы біздің қасымызда ұсақ түйек елдер болған. Бізді алдыңғы ғасырда өсірмей қырып тастады, міне содан әлі 20 миллионға жете алмай отырмыз. Жер бетіндегі атомның зардабын ең көп тартқан халық қазақ халық. Бізден кейін ең көп тартқан халық Қытайдағы ұйғырлар мен қазақтар, қырғыздар. Себебі осы ұйғырлар жасайтын, қырғыздар жасайтын, қазақтар жасайтын жерге Қытай атом сынағын ең көп жасап жатыр. Тіпті ана шөлге жаңағы ақшасын төлесе, Пакистанның тағы басқа елдердің атом сынағын сол жерге жасап жатыр. Неге? Ол жердегі қазақтар, ұйғырлар, қырғыздар қырыла берсін деп отыр. Біздің Қазақстандағы дәл қазіргі неше түрлі қалыпсыз туып жатқан балалар, аң-құстың жаңағы балапандары, жануардың төлдері, осының барлығы, мына бүлінген экология, мына психикасы ауытқыған неше түрлі адамдар, педофилдік, мына өз-өзіне қол жұмсайтын, неше түрлі адам аузы бармайтын, ойың санаң жетпейтін қылмыстың барлығы осы бізді әбден улап бітіргенінен. Енді біздің киімімізге, азық-түлігімізге у салып Қытай улады міне. Жарты ғасыр болды. Жарты ғасыр Қытайдың у салған азық-түлігін, жеміс-жидегін, шөп-шалаңын жедік. Жарты ғасыр Қытайдың жаңағы у салған киімін киіп келеміз. Енді қазақ нен қалды? Бізді жер бетінен ұлт ретінде жойып жіберудің жоспары бұл. Сондықтан қазақтар, сендерге бір ғана жол бар. Тіс тырнақтарыңызбен екі қолдарыңызды көтеріп, төбе шаштарыңыз тік тұрып, өллахи беллахи, мына атом деген нәрсе туралы ауыз ашпаңдар, бізге керегі жоқ. Сиырдың тезегін жақсақта электрик құрысын, біз осы атомсыз өмір сүреміз деуіміз керекпіз. Мыналар бізге үлкен қастандық дайындап жатыр қазақтар. Осыны естеріңізге салайын деп отырмын. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, 19 тамыз 2024 жыл.